Амал мерекесі біздің еліміздің барлық өлкелерінде 14 наурыз аталып өткен. О туралы Машкүр Көпейдің де еңбектерінде бар. Негізі мынау бабаларымыз мал шаруашылығына айналысқаннан кейін қыстыгүні жолда жүру қиын, ел мен елдің арасында байланыс үзіледі. Сондықтан көктем шыға ағайын іздейді. Көріспеген заманда не болып қалды екен, жағдайлар қалай екен деп, кейде оны көрісуде атап жататын сол. Келіп, егерде сол арада өтіп кеткен бір қуаныштар болса, қуанышына ортақтасып, жаңа құтты болсын айту. Егерде осы арадағы байланыс үзілген кезде біреулер дүние өтіп жатса, оған қайғысына ортақтасып көңіл айту. Сондықтан бұл мерекенің мағынасы сол бірлікке, тірлікке шақырады. Сондықтан бүгін осы қасиетті Түркістан жерінде халықпен кездесіп, Маңғыстаудағы аталып өтетін амал мерекесінің қандай дәрежеде өтетіндігін көрсете отырып, және мына біз батыс өңіріндегі ұлттық киімдерге деген қызығушылық бар бұл өлкеде де. Сол тәрбие деген қарындасымыздың тігін цехынан шыққан осы ұлттық киімдердің әкеліп онда көрмесін өткізгелі отырмыз. Мен бүкіл қазақ еліне айтарым, аузымыз бір болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп тілеймін.